Әлемде біз гормондарды тексерген кезде олардың мөлшері ТТГ-нің мөлшері 0,40-тан 3,77-ге дейін, СО-ның Т3-дің мөлшері 2-ден 4,44-40-қа дейін, СО-ның Т4 ол 1-ден 1,60-қа дейін, ал антитп-ның мөлшері 0-ден 34-ге дейін болу керек нормада. Егер де ТТГ бізде жоғары болса, ол гипотиреоз, төмен болса гипертиреоз деп айтамыз. Гипотиреоз деп диагноз қойылды, мысалы ТТГ 5, 6 деген сияқты болатын болса, оны сразу гормон беріп емдеудің қажеті жоқ. Яғни гипотиреоз болғанда ТТГ 7-ге дейін болса, біз оны гормонсыз ақ түсіріп емдеуімізге болады. Ең бірінші біз стрессті азайтамыз. Стресске түспеу, өйткені кортизол гормоны тоже жоғарылап ТТГ-нің мөлшеріне әсер етеді. Яғни кортизол жоғарылама үшін, стресске түспеу үшін ең бірінші нәрсе ол ұйқыны реттеу. Ұйқы, яғни мелатонин гормоны дұрыс жұмыс жасаған кезде стресстің де төмендеуіне алып келеді. Яғни бұл бізде қалқанша без қай кезде жұмыс жасайды? Түнгі сағат 10-нан бастап. Сондықтан да түнгі 10-да міндетті түрде ұйықтаймыз. 10 нөмірден бастап ұйықтау сіздің өсу гормоныңызға да, соматотропин боюдың өсуіне де, ағзаның метаболизм дұрыс жұмыс жасауына да қатысады. Және де екінші нәрсе ол анемияны емдеу. Сіз анемияны емдеген кезде мына ТТГ-нің деңгейі өзі түскенін сіз байқайтын боласыз. Анемияны, яғни көп адамда ошаңыз крови тапсырған кезде гемоглобиннің мөлшері норма болуы мүмкін, яғни 120-130-тің арасында болып, ол менде анемия жоқ деп ойлауы мүмкін. Бірақ біз міндетті түрде одан да басқа цветной показатель, МСВ, МСH деген сияқты оның эритроциттарлы қатарға қарайтын боламыз, және де ферритиннің деңгейіне қараймыз. Гемоглобин норма болғанымен сізде ферритин төмен болып, анемия болуыңыз мүмкін. Яғни бұл темірдің қоры. Бұны біз биохимиялық анализден тапсырып біле аламыз. Және де биохимиялық анализден табылып көрсеткіші ол белок. Белок жеткіліксіздігі де анемияға алып келеді. Сондықтан анемияның неден туындап жатқанын бірінші анықтаймыз. Сіз қанша жерден ішсеңіз де, кейбір адамдар айтады, мен осындай препараттарды іштім, бірақ менің гемоглобинім төмен деген сияқты. Міндетті түрде білу керек, темір препараттарының дұрыс сіңу жолы қандай, оны қанша уақыт қабылдау керек, және де ең бірінші неден туындап жатқанын анықтау керек. Мысалы, бүйрек аурулары болуы мүмкін, асқазан ішек жолдарының аурулары болуы мүмкін, құрттар, паразиттарлы аурулар болуы мүмкін. Соларды емдеп қана біз дәрілік препараттардың темірдің әсерін көре аламыз. Және де темір препараттарымен емделу кезінде қандай қағидаларды ұстану керек, яғни тамақтанудағы өзіндік ерекшеліктер бар. Мысалға, шай, кофе ішуге болмайды, кальций өнімдері, сүт өнімдерін бірге темірмен қабылдауға болмайды деген сияқтыны міндетті түрде ескеру керек. Сондай жағдай кезде сіз міндетті түрде гипотиреозды және де анемияны емдей аласыз. Және осы видеоның астына анемияға және де темір препараттарын емдеу кезінде арнайы қағидалармен бөліскен видеолардың ссылкасын қалдыратын боламын. Сол жерден толық ақпарат ала аласыздар.